Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қазір біз мына Отырар қалашығында жүрміз. Менің артында Отырар қалашығын ар жағында Отырардың көне моншасын көруге болады. Отырар орталық Азияның ең ежелгі қалаларының бірі. Отырар әлемдік деңгейдегі саяси және экономикалық орталық болған. Жер жүзінен керуендер келіп сауда жасаған. Ертеректе 5 ғасырларда бұл жер Фараб деп аталған. Шығыстың ең атақты философтарының бірі Әбу Насыр әл-Фараби осы қалада туып өскен. Ғалымдардың орталығы болған. Ғалымдар жиналып ғылыми жаңалықтарды ашқан. Бір деректерде Отырар ғалымдары алғашқы ұшу аппаратын, яғни ұшақты жасауға әрекет қылған деген деректер бар. Сондықтан өз заманының өркениетті мегаполисі деген теңеу жарасады. Отырар мен Исфиджабтың арасында қалалар болған. Жалпы Отырар деп айтпай, Отырар оазисі дегеніміз дұрыс. Өйткені бұл жерде радиусы 50 километр аумақта 100-ден аса қала мен елді мекендер болған. Олардың оның ішінде ірі қалалар болған. Ол Алтын төбе, Көк Мазан, Арыстанбаптың қасындағы 40 төбе деген жерлер. Тағысын тағы солай айта берсе болады. 8-9 ғасырларда қаладағы Отырардағы тұрғын үйлердің едендерінің асты мен қабырғалардың ортасымен түтін жүретін құбырлар орнатылған болатын. От жаққанда түтін құбырды бойлап сыртқа шығатын. Осылайша бір отпен тамақты да істеп, үйді де жылытып отырған. Яғни қазіргі теплый пол деп айтқанымыз сол кезде болған екен. Сондай-ақ ғимарат ішінде дәретхана да болған. Су мен кәріз құбырлары күйдірілген қыштан жасалған құбырлар арқылы мыңдаған шақырымдарға созылып жатқан. Мысалы, Сырдария суы тасыған кезде сол құбырлардан шыққан су Отырардың түбінде бұлақ болып ағып жататын. Соған қарағанда бұл сонау Отырардан Сырдарияға дейін тартылған су құбырлары болатын. Өйткені Отырар мен Сырдарияның арасы 8 шақырым. Осы жерде болған араб тарихшысы Ибн Батута өзінің жазбасында су әрбір үйге өзі барады екен деп қайран қалған. Бұл қайран қалуы да біраз жайтты білдірсе керек. Сонда жер жүзін шарлап жүргенде көрмеген жаңалығы екен. Ал 13 ғасырдың басында Отырар қаласы 200 мыңнан астам тұрғын болған. Жоғарғы маңызды қалалардың бірі болған. Бірақ бұл қала Отырар сол кезде Хорезм Шах империясының құрамында болған. Алайда 1218 жылы қала билеушісі қонақжайлықтың барлық заңдылықтарын бұзып, Шыңғысханның 400 адамын Отырарда бауыздап тастаған. Бұл Шыңғысханды соғысқа арандатты. Шыңғысханның көз алдында Отырар билеушісі ұсталынып, оның жазасы берілді. Бірақ Отырарды Шыңғысхан қиратқан жоқ. Кейбір деректер айтады, кейбір деректерде айтылады, өртеп қиратты деп. Бірақ Шыңғысхан оны тиіспеген, өйткені Рашид ад-Диннің жазбасында, кейінгі саяхатшылардың жазбасында Отырар қаласы өз қалпы тұрды деген деректер бар. Сондықтан бұл Отырар қаласы кейініректе жоңғар шапқыншылығы кезінде қирауы мүмкін.